اليوم سوق السبائك، اليوم سوق وما ملكت ايمانكم، اليوم التوزيع باذن الله عز وجل كلنا نصيب. والله يا رجل انا ادورك ليش؟ ثلاث ورقات مسدس تختلف احنا زرق يختلف. ابيعك بكلوك خمس ورقات او مساء حسب الموديل حسب الورقات اذا كانت عمرها لازم نشوفها انت لازم نقلبها نقوي يعني نقوي خمس العشية 26 маусым 2015 жыл. Халықаралық бақ ислам мемлекеті педофилия мен жыныстық жихадты заңдастырды деп шуласты. Себебі ешер 9 жасқа толған қыздармен некеге отыруға болады деген пәтуа шығарған еді. Тырнақшадағы ислам мемлекетінің астанасы Ракка қаласының көшелеріне қала тұрғындары тұрмысқа шықпаған қыздарын ислам мемлекетінің құзырына беруі тиіс. Қыздар жыныстық жихад жасап, алдындағы міндеттерін абыроймен атқару керек. Кімде-кім осы жарлыққа бағынбаса, шариғат заңымен жазаланады деген мағынадағы тақтайшалар ілінді. Әсіресе көктем мезгілінде біздің мекен ерекше күйген етін. Бізде бәрі жақсы болды. Мен мектепте оқитынмын. Әкем, анам, бауырларым бартын. Бай болмасақ та өзгенің жұмағына бермесі ғажайып өз өміріміз бар еді. Ал ишер содырлары Шенгалға кіргеннен кейін бәрі өзгерді. Олар Шенгалға 3 тамызда кірген еді. Шаштары да, сақалдары да ұзын болатын. Аналарымызды 3 сағаттан кейін алып келеміз деп, бізден күштеп ажыратып алып кеткен болатын. Бірақ біз ардақтыларымызды әлі күнге көре алған жоқпыз. Бізді мектептен тұтқындады. Біз сырттан атылған қарудың дыбысын естідік. Дауыс үдей түскен сайын үрейіміз де көтеріле берді. Әйелдерді бір-біріне шынжырлап алып кететін кез осы кез. Біз өте қатты қорықтық. Қашуға әрекет жасадық. Менің анамның белі ауыратын, соған қарамастан балаларын арқалап барын сала қашқан болатын. Олар менің табанымның тұсынан оқ атып, мені қармағына іліндірді. Осы жерде әйелдерді қыздардан ажыратты. 100 шақты қыз баласы болдық. Олардың көпшілігі сұлу қыздар еді. Барлығымызды Сирияға алып кетті. Бір-бірімізді түстеп танымасақ та, біз бір-бірімізді бауырымызға қысып еңіреп жылаушы едік. Шынымды айтсам, есімімізді сұрасуға жағдай болмаған екен. Олар мені танып қоймас екен деймін. Ондағы қыздардың қорланғанын қаламаймын. Мен Ракка қаласында болдым. Көргенімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Есіме түсірсем, тынысым тарылады. Өз-өзімді балталап тастағым келеді. Başa. Na vija. Bizar par hune ki darena. Çubu. Başa. Telefona khuna gra. Олар мені өз арасында бір-біріне 5 рет сатты. Мен олардың әйелдері мен әпке қарындастарының аяғын құшып жалынатынмын. Бұлай етпеңдерші. Мен жыныстық қызметтен басқаның бәріне көнем. Арымды сақтағым келеді деп дүниенің зарын айтып жылағаным мен әйелдерінің бүйрегі бүлк еткенін байқамадым. Олардың әйелдері ерлеріне қарағанда бірнеше есе айбатты, қатыгез көрінді. Мен барынша қарсыластым, бірақ ол мені күштеп бағындырды. Осыдан кейін мен еш жей алмадым. Сені өлсең көмеді деп ойлайсың ба? Тірідей итке талатсақ та, біздің қолымыздан сені ешкім ажыратып ала алмайды дейтін олар. Олар адам емес жыртқыш болатын. Ол жерде 7-8
8-9 жасар қыздар да болды. 50 жасқа дейінгі әйелдер мен қыздар болды. Олар өз хайуандықтарын 10 жасар қыздарға да асырған еді. Оның қолы байлаулы болатын. Осынау жан түршігерлік жағдайдан қалай қашар еді? Олар өте агрессивті болатын. Қыздарды күніне кем дегенде 10 реттен қинайтын. Біздің жоғарыдағы кейіпкерлер таяу шығыс содырларының қолына күшпен өткен болса, кей қыздар ай мен күннің аманында бейбіт елде отырып өз аяғымен орға түседі. Әсіресе Еуропа қыздары Ақбоз атты ханзадасын таяу шығыстан жиі іздейтіні халықаралық бақ беттерінде өте көп айтылып жүр. Ал көрші ресейлік сарапшылар содырлардың орыс қыздарына ерекше назары ауып отырғанын айтады. Интернеттегі танысыңыз сіздің өміріңізге ерекше қызығушылық танытып сыр тартады. Сіз онымен жаныңыз жарасын тапқандай күй кешуіңіз мүмкін. Өміріңізге ең керек адам пайда болады. Монитордың арғы жағындағы сенімді дос, қамқор аға, қайырымды жар, мызғымас тірек пайда болғандай сезінесіз. Сеніміңізге кіргенін білген монитордың арғы бетіндегі арам пиғылды жан енді сізге осы уақытқа дейінгі сүрген өміріңіздің бос өткенін баян ете бастайды. Егер онымен сөйлескеннен кейін ойыңызды жинай алмай қалсаңыз, бірден аяқ тартуға тиіссіз. Ата-анаң, жақындарың тура жолда ұстануыңа қарсы ма? Сенің мақсаттарыңа қарсы ма? Онда ол саған да қарсы. Бұл сөздер арқылы арбаушы сізді өз ортаңыздан бөледі. Сіз өз ортаңыздан жери бастайсыз. Олардың барлығы да сізге жау тартады. Арбаушы өз жақындарыңыздан өзіңіз бас тартатындай жағдайға жеткізеді. Арбаушы барлық сұрақтың жауабын толық білетін кемеңгер. Ол қоғамды ақ пен қара деп екіге бөледі де, оның ара жігін оңай ажыратып береді. Бір жол нұсқаушының барын айтады. Әңгіме сенімге дін тақырыбына ауысады. Осы тұстан бастап сіз радикалданған ислам туралы ұғымдарды санаңызға сіңіре бастайсыз. Сен таңдаулардың бірісің. Бұл арбаушылардың аузынан жиі естілетін жағымды пікір. Сен секілді таңдаулар таңғажайып өмірге лайық. Міне осылайша олар сізді мінсіз жаныңызға ешқашан қаяу түспейтін жерге, баянды бақыт құшағындағы ертегі әлеміне шақырады. Исламдағы ең үлкен масқарашылық не? Ең үлкен масқарашылық әйелдердің ерсіз жүруі. Бұл да сізді арбаушының ең бір жиі қолданатын уәждерінің бірі. Егер сіз күйеусіз болсаңыз, романтикалық өміріңізді арсыздықпен және әділетсіздікпен күресіп жүрген бір әскери азаматпен байланыстыруға шақырады. Ақбоз атты ханзадаңыз да Алла жолында жихадта жанын салған азамат екені, ал оған қызмет көрсету сауап екенін айтылады. Басқа да қалауыңыз бар ма? Бәрі де орындалады. Арбаушының сізді қармағына іліндіру әрекеті 9 этапта да экранның арғы жағындағы кісінің сөзінен секем алмаған, сізді таяу шығысқа баруға көндірумен аяқталады. Егер сіз осы этаптардың бірінде онымен байланысыңызды үзген болсаңыз, еліңізде жылы орныңызда қалған болар едіңіз. Есіңізде болсын, монитордың арғы бетінде Ақбоз атты ханзада емес, арнайы мамандандырылған арбаушы әйелдер отырады. Оларға таяу шығысқа жыныстық қызмет көрсету үшін тартылған әр қыз үшін ақша төленеді. Сіз жер бетіндегі тозаққа барасыз. Жоғарыда мұң зарын ортаға салған кісілердің тағдыры сіздің басыңыздан да қайталануы мүмкін. Олар қыздардың саналы түрде түбегейлі радикалданғандарын өзге кісілерді арбауға пайдаланса, енді біреулерін гипноз арқылы өз орталарына түсіріп, ту талақайға салады. Бір қыз бір айда 30 еркекке дейін қызмет етуі мүмкін. Осылайша сізді жыныстық қызмет көрсететін күн дәрежесіне жеткізеді. Ал қыздардың үшінші тобы содырлардан бала тауып, оны ислам сарбазы етіп, яғни баскесер, қаныпезер етіп тәрбиелеуге икемделеді. Олар маған 152 жихадшыға қызмет көрсетсең жұмаққа барасың деп уәде етті. Қыздар, алданбаңдар. Сирияда сендерді ешқандай да жақсылық күтіп тұрған жоқ. Менің қателігімді қайталамаңдар. Ол жақта тек қорқыныш пен азап қана бар. Менің отбасым мені $10,000 сатып алды. Келгеннен кейін солығымды баса алмай көп жыладым. Үйден ата-анамды таба алмадым. Бұрын біз 12 кісі едік отбасында. Қазір 8 кісі тіріміз. Өзімнің өткен өмірімді қайтарғым келеді. Magrin,
Жан дүниеңді түршіктірер жайт. Адам басының бақырға бағалануы осындай ақ болар. Бүгінгі таңда радикалды ишер қарамағында нақты қанша қазақстандықтың бары әзірге белгісіз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ұсынған мәліметке сай, Сирияда 200-ден астам қазақстандық әйелдер, қыздар мен ұл балалар бар. Сол қыздардың да күн базарда сатылып жатпасына кім кепіл? Хайуандық пен озбырлық салтанат құрған мекеннен пәтуа табуыңыз екі талай.